Ислам бойынша екі түрлі мереке бар. Біріншісі ораза айт, екіншісі құрбан айт. Бұлар діни мейрамдар. Енді әрбір халықтың, ұлттың өздерінің діни мейрамдарынан бөлек ұлттық, отандық, мемлекеттік мейрамдарының болуы және жекелеген тұлғалардың да өзінің өміріндегі маңызды бір күндердің болуы заңдылық. Сондай күндердің біреуі осы жаңа жыл мейрамы. Жалпы жаңа жыл мейрамы әр елде, әр халықта әртүрлі өздерінің салт дәстүрлеріне орай тойланып жатады. Бірақ десе де барлығына ортақ болған нәрсе жаңа жыл келгенде шырша құрып және дастархан жайып, сыйлық тарату барлығында ортақ кездеседі. Жалпы тарихқа қарайтын болсақ, ең алғаш үйге шырша әкеліп құру Еуропа елдерінде 17 ғасырдың басында пайда болған екен. Ал біздің жерімізде, қазақ елінде біз кеңес үкіметінің құрамында болған кезде ең алғаш сол кезде басталған екен. 1954 жылы алғашқы Кремль шыршасы құрылып, содан бері қарай елімізде осы нәрсе жалғасын тауып келеді. Енді жалпы бір мұсылман адамның жаңа жылда адамның жаңа бір тағдыры жазылады деп сенуі және шыршаның қасында қылған тілектер қабыл болады деп сенуі бұл дінімізге қайшы болып саналады, сенімімізге қайшы болып саналады. Сондықтан мұсылман адам бұндай сенімдерден ұзақ тұруы қажет. Және де балаларға жаңа жылда аяз ата келіп сыйлық таратады деп алдауда дұрыс емес. Себебі бұл біздің қазақтың дәстүрінде де, шариғатымызда бұл нәрселер жоқ. Ардақты пайғамбарымыз бір хадисінде менің және әділетті халифалардың сүннетіне берік ұстаныңдар. Яғни осы жолмен жүріңдер дейді. Және хадистің жалғасында оған азу тістерімен тістегендей жабысыңдар. Және әрбір жаңадан пайда болған істерден ұзақ тұрыңдар, аулақ болыңдар, өйткені жаңадан пайда болған істер адасушылық деген.